дүркіреген той беташармен жалғасады. Бісміллә, бісміллә, сіз қазақ ыстығына деген бір қол шапалақтарыңыз болсын беташардың басында. Бар ма? Күн бекен әлде ай мекен, құлын бекен тай мекен, асабаның дауысы қатты мекен жай мекен, бүгін міне той болып қонақ күтуге жайлы екен, шабалақты ұратын наймандарым қайда екен. Рахмет, армысың қазағынан көрермені, Бағдәулет Ұлынгелді өнердегі. Бүгінгі тойымызға қош келіпсіздер, жаратқаным жар болсын төбемдегі. Ізі басам бір күнде бабам басқан, толғана мақұл сұрап замандастан, нағыз қазақ жігітіне тән қасиет, ассалаумағалейкумде амандасқан. Сондықтан да осындағы алтыннан ардақты, күмістен салмақты, арыстанда айбатты, жолбарысты, қайратты Қазақстан елі бар, қасиетті жері бар, жәннаттай даласы бар, ибалы баласы бар, ақжаулықты анасы бар, Алматыдай қаласы бар, тәп-тәтті тұздамы бар, қылықты қыздары бар, сарқыраған айгүні бар, сарқыраған байлығы бар, гүлденген бақшасы бар, доллары ақшасы бар, Нұрсұлтан патшасы бар, жомарт жүрегі бар, арнет тілегі бар, ақылды ойлары бар, тарқамайтын тойлары бар, қызықты тағдыры бар, ойнағында барлығы бар, адалдықпен жиғаны бар, жүрегінде иманы бар. Осындағы қой мінез, қасқыр намыс, қарға тамыр, тамыры терең, өмірі өлең, өзі қазақ, сөзі қашақ, дарған далын тұнағозымен тастаған, ғаламат сұлу халқыма ассалаумағалейкум басын десін теңізге тулап тасатын, жамандан қашатын, бүгінгі түскен жас келінің бетін ашатын, алдарыңызда адамдарды арбамайтын, адалды алдамайтын, бұйырма кетпейтін, тамақ таңдамайтын, өлең оқта тоқтамайтын, Шымкенттің жігіті болса да шешеден боқтамайтын, көп түкірген дарыла тұрған кезде мағынан сөйлетіп оттамайтын, біреудің алашын аттамайтын, біреуді жазыдан даттамайтын, шайыста өлең жаттамайтын, 30 шақты өлеңнен қайыратын, өнер десе жайында жайылатын, қазір жастан тілмей айтқанда әңгіме айтуды айыратын, жамандан айығатын, таңды таңға жалғайтын, жақсылыққа бармайтын, той-думаннан қалмайтын, өнерменерді шарлайтын, жүректен шыққан жырларын бүгін наймандарға арнайтын, әкесін алмайтын Бағдәулет Арыстанұлы деген асабаларыңызбен боламыз. Ассалаумағалейкум. Рахмет. Ал үйленіп жатқан бауырым әділет. Енді үйленген екен, сәлсе сабыр ет. 2 жас бақытты болсын, осы тілегімді жаратқан ием қабыл ет. Мына бүгінгі тойда мен Әлімжан ағамды көрейші көрмедім. Әлімжан ағам қайда? Әлімжан аға. Рахмет. Рахмет. Таппаңыздар тағдырдың тақсыр етін, табай бәрбірсін жақсыр етін. Әлімжан ағама қарап тұрсам, Құдайым мұна менің патысып етім. Жақсылардың басына бақ қонады, бұйырса асымызда тақ болады, әлекеңде қара, менде қара, жалпы қаралардың жүрегі ақ болады дейді. Бүгін ақ жүрек айтқан тілегіңіз қабыл болсын. Енді Назгүл әпкем қайда менің? Назгүл әпкем. Рахмет. Назгүл әпке келіңіз құтты болсын. Осы әулетке судайсығын тастай батсын. Батпаса өзіңіз батырасыз енді Құдай қаласа. Сондықтан 2 жас бақытты болсын, 2 жас қайтарып ешқашан ұрыспаңдар. Семей болсыңдар ғой. Ұрысқан адамға ешқашан мүйіз шықпайды. Ұрысқан семьяға мүйіз шығатын болса, осында біраз ағаларымыз бір мүйіздеріне келеді екен. Сондықтан 2 жас осы әулетке құт келін болсын деген еппенен қазақтың домбырасымен келіннің бетін ашамыз. Мен өз бет ашарды ашамын деп уәде берген, уәде Құдай ат дейді.